Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін үй жағдайында оңай әрі дәмді торт жасайтын боламыз. Керекті заттар: 8 жұмыртқа, 2 майонез, 2 пиала шекер, 2 штук разрыхлитель, 2 пиала ұн. 1 тестаға 4 жұмыртқа, 1 пиала шекер, 1 орташа майонез, 1 разрыхлитель, 1 пиала шекер қажет. Ең алдымен 4 жұмыртқамыз жарып, жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Оның үстіне шекерімізді қосып, оны көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне майонезімізді қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқан тестамызға үстіне разрыхлитель саламыз. Араластырамыз. Міне, тестамыз осындай болу керек. Оны табаға саламыз. Астына қағаз төсеміз. Екінші тестасын да дәл осылай дайындаймыз. Енді кремін дайындап аламыз. Сары майға сгущенка қосамыз. Ол екеуін жақсылап араластырып қоюланғанша күтеміз. Кремін жағып, осылайша тортты біріктіреміз. Торт піскен соң шеттерін кесіп осылай майдалап аламыз. Міне, оңай жасалатын, үй жағдайында дайындалатын торт. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.